Ассалаумалейкум, кілем жуушы қауым. Қазір мына Карпакс қоймасындамыз. Көбісі бізден центрифуга алатындар сұрайды. Сендер центрифугаларыңа гарантия бересіңдер ме деп. Әрине гарантия береміз. Өйткені айтады, басқа жерде де сол баға, сендерде бір баға. Сендер айырмашылықтары неде деп. Міне қараңыздар. Мынау барабан. Турциядан алып келген центрифуганың барабаны, Олманыке. 4-те 2 ұзындығы, диаметрі 42. Барабанымыз мынандай сандыққа салынып, әкеліп қойып қойған. Бір жағдай болған кезде сіздерге салып жібере саламыз. Енді мынау 220 ротордың моторы. Бір жағдай болғанда моторымызда наличие бар. Ары қарай көрсетейін сіздерге. Қойманы сіздерге бөлек түсірем. Біз бір зат сататын болсақ, сол затымыздың бүкіл запчастарын, енді сынбайтын оборудование жоқ. Енді қараңыз, центрифуганың айтайық моторы бір жағдай болды. Бір емес, міне неше моторды мына жерге әкеп қойып қойды, қараңыздар. 1, 2, 3. Міне Турциядан әкеп моторларымызға әкеп қойып қойды. Енді центрифугаға қандай жағдай болуы мүмкін? Мына ручкасы, мына темір пластмастар желініп кетуі мүмкін. Осылар. Міне. Одан кейін подшипник. Заводтың именно өзін салатын подшипнигі. Одан кейін тағы да мына запчастары. Мынау артқы шкифтің ішіне салынатындары. Мыналар. Мынау подшипниктің алдында салынатыны. Осылар. Майда шүйде болттары. Бір жағдай болды. Бүкіл запчастарымыз міне наличие тұр. Не керек? Сіздерге бір жағдай болған кезде шығарып бере салатындай барлық запчастарымыз бар. Бір жағдай болды. Болт керек болды. Бүкіл болттарымыз нержавейка. Қандай болт керек? Бүкіл болттарымыз бар. Мына жерде барлық запчастарымыз. Бәрі запчастар. Міне. Не керек? Барлық заттарды өсіп қойымыз. Енді роторный машиналарды Турциядан әкеп осы жерде жинаймыз. Міне роторный машиналарымыз. Міне қаншама редуктор. Центрифуганың ішіне салатын, қапқағына салатын крышканың ішіндегі бағана фторопласт дейді. Роторный моторлар бір жағдай болды. Міне роторларымыз Турциядан өсіп келеді. Сосын осы жерде міне біздің қазақ жігіттер сборка жасайды. Осы жерден жинаймыз. Енді бұл жолда көп орын алмасын деп, осы жерде Турциядан бағана не алып келеді, бөлек-бөлек болып, тарелкалары одан кейін жиналады. Енді міне мотордың қараңыздар, қанша мотор бар мына жерде. Енді 10 мотор, 20 мотор демейін, мияқта 100 мотордан артық. Бәрі полат редуктор, 1,5 киловаттық. Мынаның бәрі мотор. Міне. Полат редуктор. ПГР дегенді көретін болсаңыз, бұл бағана полат редуктор деген сөз. Міне. Енді. Мынау тарақтарымыз. Мынау кілемге арналған степерлерлеріміз. Өсіп яшік-яшікпен әкеп қойып қоямыз. Басқа да заттар, енді оны кейінірек көрсетпесем. Мынаның бәрі щетка. Қараңыздар. Щетканың түр-түрі бар. 40-тығы бар, 90-дығы бар, 50-лігі бар, 60-дығы бар, 70-дігі бар, 80-дігі бар, 90-дығы, 100-дігі. Солай кете береді. Бұл бағана 42-лік диаметр. Енді в основном роторға қолданатын щеткаларымыз. Бұлар 45-лік щетка. Енді мына скребоктарымыз. Скребокты бұрында 30-лық жасатын еді. Қазір енді 40-лық жасатын болдық. Нержавейкадан. Жылтыр темірден. Айнадай темір, рекламаға түскен кезде өте әдемі көрінеді. Сыртына салафан сап қойғанбыз. Мына жеріне тарақ та киіледі. Bir жағына тарақ салуға болады. Одан кейін центрифуга әңгіме негізі. Біз өзіміз шампунның өндірісін жасаймыз. Сондықтан бағана мынандай үлкен насостармен қолданамыз. Оның өзінде запаспен алып қойып қоямыз. Өзімізге керек нәрсе. Енді центрифуганың бағана запасной ящиктері. Осыдан да бірнешеуін алдырып қойды бағана. Өз тоқтайды, сағаты бар, артқа айналдыратын реверсі бар, плавный пускі бар. Бір жағдай болды, мотор күйіп кетті, мынау күйіп кетті, электр ящик күйіп кетті.
бәрі наличие бар. Бұлардың бәрін толтырып қойып қойдық енді. Міне, ящиктеріміз запасымен Турциядан өсіп келеді. Міне, ящиктер. Турциядан келген электро ящиктеріміз міне. Жап жаңа. Көрдіңіздер ме? Бүгін демалыс күні болған соң жұмысшылар жоқ. Ненің қай жерде тұрғанын мен өзім де білмеймін. Міне моторлар, редукторларымыз толып тұр. Мынау ротордың бағана нелері, корпустары өсіп келеді, ручкалар салынады, одан кейін жиналады. Шөтканы көрсеттік, бәрін көрсеттік. 220-да роторларымыз бар. Ал енді подушка жарылып кетті деген жағдайда, міне подушканы өсіп толтырып әкеп қоямыз. Подушкадан да бір талайы бар. Мына коробкалардың бәрі подушка. Міне центрифуганың бүкіл запчастары. Алдына салатын нелер. Ступицалар. Көрдіңіз бе? Мысалы, міне болат редуктор бір жағдай болған кезде моторларымыз да бар. Кабель керек дедіңіз. Электр ящик керек дедіңіз, міне бәрі запаспен коробкалардың ішінде толып тұр. Енді бұның бәрін ашып көрсету уақыт алады. Мына фланец бағаны щеткаға салатын. Оларды міне толтырып сап қоямыз өсіп. Не керек? Бәрі бар. Мына ротордың редукторына салатын запчастар. Мына ротор дөңгелектері. Шашып жатпасын деп өсіп бочкаға салып қоямыз. Ары қарай кеттік. Моторларымызды көрсеттік. Барабанымызды көрсеттік. Бәрі бар наличие. Енді шампундарымыз, осушитель воздуха міне запасымен толып тұр. Қазірдің өзінде бір 7-8 осушитель бар. Мынау парфюмдеріміз. Мынаның бәрі парфюм тонналап жасап қойып қойдық. Түркиядан маманымыз келеді. Специалист бар, технологымыз, сол кісі келіп, толығымен жасап 4-5 айға складымыз толтырып қоямыз. Мыналар бағана дақ кетіргіштер. Мыналар дақ кетіргіштер, ағартқыштар, мысықтың бағана жануарлардың кішкентай балалардың зәрін кетіретін жақсы бағана продукция шығардық. Мыналар парфюмдер. Мынау шампунь 20-лықта. Так, ары қарай кеттік. Форсы дақ кетіргіш және мягкий мебель тазалайтында шампуньдарымыз бар, порошоктарымыз бар. Мыналардың бәрі шампунь. Так, осылай жүреміз. Складтан кеп алып кететіндерге. Жаңадан шығарған порошогымыз, мягкий мебельге арналған Венус деген. Әлі сатуға бастаған жоқпыз. Одан кейін мыналар шампуньдер, мыналар бочкалар, бұлары құйылады кетеді. Мына жерде мұны өндіріс болады. Кіру кішкене қиындау екен. Күніне 5-10 тонна шығаратын өндіріс жасайтын миксерлеріміз бар. Қазақшасы қазан дейді. Мынау помпа. Бұл бағана шикізатты неге жалғап қазанға үлкен миксерге бағана шикізат сырьені құяды. Соның өзінде ертең бір жағдай болып қалатын болса, жұмысымыз тоқтамасында бағана складта көрсеткендей осындай помпамда кеп жаңа өзіміздің жұмысқа арналған, оның өзі запаста тұр. Бір жағдай болып қалатын болса. Мына жерде өзіміздің бағана нелеріміз, бұлардың да запасы бар. Мыналардың да запасы бар. Өз жұмысына қаншалықты тиянақты, қаншалықты жауапкершілікті қарайтын адам ертең сатқан затына да осылай тиянақты қарау керек деген ойдамын. Сондықтан Карпакспен бірге болыңыздар. Біздің жұмысын шет жағасын көрдіңіздер. Бізбен жұмыс істегендерді біз ешқашан жарты жолда қалдырмауға тырысамыз. Қолымыздан келгенше сатқан затымыздың барлық запастарын бұзылады деген құрал саймандарын алып кеп алдын ала қойып қоямыз. Бұзылмайтын дүние жоқ. Темір терсек бұзылады, әрине. Мен айтпаймын, біздің затымыз ең мықты, ең күшті деп. Әрине, бағасына сай болу керек сапа, бірақ бұзылып жатқан жағдайда біз не істейміз? Бұзылмайтын темір жоқ дегендей, бұзылып жатқан жағдайда бір жылдың ішінде өзіміздің оборудованияларымызға, сатқан заттарымызға сапасына кепілдік беруге уәде береміз. Бізбен бірге болыңыздар, Карпакспен. Біз сіздердің жұмыстарыңыздың сапасына әсерімізді тигіземіз деген ойдамын. Рахмет. Тағы да мына пакеттеріміз көрсете кетейін. 60-лық, 50-лік, 40-лық,
Одан кейін 40-тық, 50-лік, 60-тық, 70-тік. Жоқ, 70-тік жоқ енді, 60-тық. Иә. 4 түрлі болады. 30, 40, 50, 60. Қалыңдығы 20 микрон. Бірінші сапалы материалдан жасалған. Әрі ұзаққа жетеді, әрі жұқа, әрі көбірек салмақ көтереді. Бүкіл Қазақстанға 50 мың теңгеден асатын болсаңыз, тапсырысыңыз жеткізу тегін болады. Иә.